Баршаңызға сәлем. Бүгін мен өте дәмді, жұмсақ болып пісетін бауырсақ жасап көріңіздер. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды құйып, қант салып, ашытқы салып, 10-15 минутқа көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Тұнбамыз дайын болғаннан кейін үлкенірек ыдысқа сүтімізді құйып, жаңағы дайын болған тұнбаны құятын боламыз. Одан кейін үстіне майонезді қосып, сұйық май құйып, және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп саламыз. Әр салған сайын араластыра отырып, қамыр илейміз. Және де қамырды көтерілуге қоймас бұрын, үстіне аздаған сұйық май құйып, тағы бір қайтара басып аламыз. Сонда қамырымыз ыдысқа жабыспай әдемі болып көтеріледі. Қамырды 1,5 сағатқа жылы жерге қойдым. Өте жақсы көтерілді. Ендігі кезекте қолымызды жылы суға малып алып, қамырды тағы да басып шығатын боламын. Жылы жерге бетін жауып, біраз уақытқа қоямын. Міне қамырымыз екінші рет көтеріліп дайын болды. Енді астына ұн сеуіп, қамырымызды салып, оқтаумен жазып, бауырсақтарымызды жасауға кірісеміз. Бауырсақтарды дөңгелек қып кесіп шығамын. Арнайы кесетін құрал болса, немесе бокалмен кессеңіздер болады. Енді дайын болған бауырсақтарды көтерілгенше тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қоямын. Енді қатты қызып тұрған майға көтерілген бауырсақтарымызды салып, әп-әдемі болып сарғайғанша пісіріп аламыз. Бауырсақтарды қатты отқа да пісіруге болмайды. Басында майымызды қатты қыздырып алғаннан кейін аздап жаймен астын азайтатын боламыз. Міне менде осындай жұмсақ, дәмді бауырсақ пісіп шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Алуа. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.